Құрметті кітап сүйер қауым, сіздерді Атамұра кітапханасы сериясымен басылып шығарылған «Кітап әлемнің жаршысы» атты кітап көрмесімен танысуға шақырамыз. Көрменің мақсаты оқырман қауымды жаңа кітаптармен таныстыру, кітап оқуға тарту, қызығушылығын арттыру. Заманымыздың аса көрнекті жазушысы Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романында ескі салт-дәстүр мен әдет-ғұрыпқа қарсы шығып, ел басқару дәрежесіне дейін көтерілген қазақ әйелінің тағдыры шынайы суреттелген. Аса көрнекті жазушы Бейімбет Майлиннің қаламынан туындаған жүздеген өлең, ондаған поэма, көптеген әңгімелер тақырыбы жөнінен халық өмірінің сан қилы саласын барлайды. Қоғамдық құрылыстағы жаңалық пен ескілік арасындағы бітімсіз тартыстың ішкі сырын терең ашып көрсетеді, шебер бейнелейді. Әсіресе әңгімелердің өмірдің көркем шежіресі деп бағалаған лазым. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, көрнекті қаламгер Жанат Елшібектің бұл кітабына өмірдің өзекті мәселелерін, толғақты тақырыптарын арқау еткен бірнеше повестер мен әңгімелер енген. Туындылардың оқиғалары тартымды да әсерлі, тілі көркем де кестелі. Бексұлтан Нұржекеұлы, бейтаныс әйелдің құпиясы. Жазушының бұл жинағында тек әңгімелері ғана топтастырылды. Бір қарағанда, мұндағы әңгімелердің негізгі арқауы әйел мен еркектің арасындағы әрқилы қатынастар мен алуан дәрежелі сезімдер ғана секілденеді. Тереңірек үңілгенде, оның астарындағы адалдық пен арамдық, елсүйгіштік пен парасаттылық, жан мәдениеті мен тән мәдениетінің де сан қыры салмақтанатынына көз жетеді. Әңгімелердің бәрінде дерлік шытырман сюжеттен бұрын шытырман сезімдердің арпалысы алдыға шығады. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш сыйлығының иегері, жазушы Кәдірбек Сегізбайұлының өңделіп, толықтырылып жарық көріп отырған «Жол» романының алтын арқауы өмірде болған 5 жеткіншектің бір ғажайып сапар туралы сыр шертеді. Оқиға қос арнамен өрбиді. Бірі сол жеткіншектердің ауыр да алыс сапарын, ал екіншісі солардың біреуі Жұман Мұратбековтың елге оралғаннан кейінгі 20 ғасыр басындағы өмір шындығын сенімді де қызықты баяндайды. Жастардың өмірін арқау еткен «Медет», «Арайлым» романдарымен барша оқырман қауымға жақсы таныс жазушы Естай Мырзахметұлының бұл жинағына бұдан 25-30 жыл бұрын жазған әңгімелері енгізіліп отыр. Кейіпкерлердің басым бөлігі жасөспірімдер мен балалар, сондай-ақ автордың атақты Біржан Сал жайында деректі сыр шертіп, кейбір әндер туралы пікір айтқаны да жастарымыз бен жасөспірімдерімізге пайдалы деп ойлаймыз. Көрнекті жазушы Әбіш Кекілбаевтың бұл кітабына қазақ көркем прозасынан орын алған психологиялық, философиялық терең астарлы балладалары мен Аңыздың ақыры романы еніп отыр. Сұлушаш Сәбит Мұқановтың 1928 жылы драмалық оқиғаға құрылған поэмасы. Романда Алтай мен Сұлушаштың арасындағы сүйіспеншілігі, бір-біріне деген ыстық ықыласы, екі жастың махаббаты қайғылы халде жырланған. Кітап адам өміріндегі ең қажетті құндылық, және ондағы білімді заман талабына сай жүйе арқылы бойымызға сіңіріп, сол арқылы өз-өзімізді тәрбиелей аламыз. Сондықтан көп кітап оқып, кітап жанашыры болуға шақырамыз.